әдістеме сенде бір кірпіш дүниеге жобасының кезекті шығарылымы алдағы уақытта сіздермен бірге болатын мен Жетсенбай Тоғанай. Бүгін бізде қонақта 9 сынып оқушысы Шантанман. Қош келдің. Қош көрдік. Біздің дәстүрлі сұрағымыз өтсек, сенде бір кірпіш дүниеге оны қалай жалғастыра білдің? Сенде бір кірпіш дүниеге келтірген тапта бар қалар. Яғни әрбір адам осы дүниеге келгенде өзінің орнын және де сол өмірде болғаннан кейін ол өзі қай жердің азаматы болады, сол елге өзінің пайдасын тигізіп кету керек деп ойлаймын. Солай ойлаймын өз басым. Керемет. Ендігі сұрағымыз, сіздің ойыңызша сіз қандай адамсыз? Менің ойымша, мен негізі өте мейірімді адаммын. Сырт көзге барлығы айтатындай қатал адамсың дейді, бірақ шынайы өмірде өте мейірімді адаммын. Керемет. Сізде жаман әдеттер бар ма? Менің ойымша, барлық адамдарда жаман әдеттер болады. Менің айта кететін бір жаман әдетім ол мысалға істейтін жұмысты қазір істеймін деп жатып, ол әрбір адамда болады деп ойлаймын. Телефон көріп кететін жағдай. Мысалға сабақ оқимын деп отырып, телефон көріп кетсек, содан жалпай қаламыз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сіз туралы қандай факт адамдарды таңғалдыруы мүмкін? 3 факт айтып өтсеңіз. Мысалға, мен негізі басқа адам болғанмын, мектепте де басқа адам. Мектепте мен барлық адаммен тез тіл табысатым. Мысалға, қайда жерге лагерьге мысалға баратын болсақ, мен негізі өзім ешкіммен таныспай, былай енді өзіме жақын достар таппай, өзім жүргенмен мен негізі андай өте общительный адаммын ғой. Керемет. Адамдардың мінез құлқында сізді не қатты ашуландырады? Мінез құлқында ол маған өзі қалай айтсам, маған қарсы шығып сөйлесе, ол мені сол сәттен бастап адамды ызаландыра бастайды. Сол менің ашуыма тиеді. Егер өздері мен мысалға тағы да айтып кететін болса, мен айтқан бір істі ол адам дәл сол сәтте тез арада жасамаса, ол мені ашуландырады. Керемет. Сіз өмірде немен мақтанасыз? Мен өмірде осындай жерде оқығаныма, жақсы білім алғаныма және де осындай ата-анам, достарым барына, бауырларым барына мақтанамын. Ең басты мақтаным сол, мақтанатынымыз. Керемет. Сіз жүректің немесе ақылдың дауысын көбірек тыңдайсыз ба? Мысалы, либо ақылдың немесе жүректің қайсысын көбірек тыңдайсыз? Мен өзім негізі ақылды көбірек тыңдайтын секілдімін. Неге? Не себепті? Негізі екеуін де бірдей тыңдау керек, бірақ бәріне де бізге керек. Менің ойымша ол ақыл. Кез келген жерде сол керек. Мұғалім сіз үшін кім? Мұғалім мен үшін ол біздің айтатын болса, мектеп біздің екіншіміз болса, мұғалім де ол біздің екінші анамыз. Мысалға, мұғалімді мен өзім екі топқа бөлсем болады. Мысалға, маған ұнайтын мұғалімдер де бар, ұнамайтын мұғалімдер де бар. Сабақты қалай бергеніне байланысты мен өзім мұғалімдерді баға қойғанына, қалай сабақты түсіндіргеніне соған қарап мұғалімдерді мына апай жақсы апай екен ғой, күшті апай екен ғой деп қараймын. Керемет. Ал сізге қандай пән ұнайды? Маған өзіме негізінен ағылшын пәні ұнайды, сонымен қатар маған құқық пәні ұнайды қаттырақ. Жақсы. Сіз үлгі тұтатын тұлға кім? Мен үлгі тұтатын тұлға ол Ыбырай Алтынсарин, біріншіден, екіншіден Абай Құнанбаев. Олармен не туралы әңгіме айтар едіңіз, естілді, сіздер кездессеңіздер? Мысалға, Абай Құнанбаев атамызбен мен осы болашақта тағы да қандай заттарды іске асырса болады. Мысалға, қазір ол кісі бізге көптеген қара сөздерін, өздерінің өсиет әңгімелерін жазып кеткен. Сол өсиет әңгімелерде айтатындай тағы да көптеген адамның ойына табылатын қасиеттер, тағы да басқа дүниелер туралы сөйлесем деп ойлаймын. Түсінікті. Сіз қай мұғалімді ұзақ уақыт есте сақтап қаласыз? Әрбір адамның сенен мұғалім болады ғой? Мен есте сақтап қалатын мұғалімім ол биология пәні мұғалімі Ләтипа апай. Не себепті? Не бағыттамады? Бізге басқа мұғалімдерге қарағанда сол апай сабақты жақсы түсіндіретін секілді көрінеді.
Жақсы. Сіз анаңызбен, отбасыңызбен көп сырласасыз ба? Негізі мектепте болып жатқан жайттарды анам сұрап отырады. Сол кезде анама не болып жатыр, сабағым қалай болып жатыр, сабақ үлгерімім қалай болып жатыр, соны ата-анама айтамын. Жақсы. Ата-анаңыз сізге айтқан ең күшті бір ой, ең бір сөздері? Ата-анам айтқан ең жақсы сөздер ол негізі оқуды өзіміз үшін оқу қажетпіз ғой. Мысалы басқалардың ой пікірлеріне қарамай тек өзіміз үшін оқу қажет сабақ. Себебі біз қайда болсын, қай жерге барсақ та бізге себебі білім ғана қажет болады ғой. Жоғары оқу орнына түссек те бізге тек білім ғана қажет. Иә, дұрыс айтасыз. Сіз естіген ең дана ой, енді өмірлік ұстанымыңыз или бір шығармалардан естіген бір сізге ұнаған ең дана ой? Маған ең дана ой, Абай атамыз айтып кеткендей, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен білімің екі жақтап деп айтады. Сондықтан қандай қиын болса да әрқашан адам өзіне сене білу қажет. Себебі бізді өзімізді де алып шығатын жаңағы сол ақылымызға сенсек, біз бүкіл қиын кедергіні жеңіп шығамыз деген ойлаймын. Сіз болған оқиғаны немесе бір оқиғаны өзгертсеңіз, ол не болар еді? Немесе қандай оқиға болар еді? Мен өзгертетін оқиға, мен қазір 9 сыныпта оқысам, мен қайтадан осы неден бірінші классқа мысалға басқа осы 9 сыныпта төмен сыныптарға қайтадан барып оқығым келеді. Себебі бізде қазір аттестация дайындық болып жатыр ғой. Оған біз қарқынды түрде дайындалып жатырмыз. Және де сондаған мысалға ол 5 жылда бірліксе, мен қайтадан осы аттестацияға түспейтін деп оқығым келеді. Бұл әрбір адамның арманы деп ойлаймын. Ендігі сұрағымызды қоятын болсақ, сіз туралы кітап немесе кино түсірсе, соны қалай қояр едіңіз? Мен туралы кітап немесе кино түсірсе, мен қояр едім чистая душа деп. Не себеп болу? Менің ойымша, менің жан дүнием таза, яғни сол себептен солай қойғым келеді деп айтқым келеді. Күшті. Сіз достықта нені бағалайсыз? Мен достықта ең бірінші бағалайтын нәрсе ол адалдық. Әрбір дос өйткені өзінің досына, кез келген досына адал болу керек. Соны бағалаймын. Сіздің достарыңыз көп пе? Достарыңыз туралы ойларыңыз қандай? Менде достарым өте көп. Оларға деген ойым өте жақсы. Себебі әркез қиындықта әрқашан қасымнан табылатын, қандай қиыншылық болса да соған көмектесетін, сонымен бірге сыр шертетін достарым өте көп. Керемет. Бүгінгі сұхбатымыздың соңғы сұрағына кезек берсек, жобаға деген пікіріңіз қандай? Осы сенде бір кірпіш дүниеде. Сенде бір кірпіш дүниеде атты жобаға деген ойым менің өте жақсы. Себебі әрбір мектептегі мысалға оқушыларды алсақ та, олар осы жобада өздерінің ойын ашық, еркін жеткізе біле алады. Осы жоба арқылы және де өздерінің айтқысы келетін, ешкім білмейтін факттар, мысалы жаңа маған қойғанда ешкім білмейтін қасиеттері, солардың барлығын осы жоба арқылы айтып, еркін түрде сөйлесіп, солай айтуға болады деп айтқым келеді. Рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Шайымтай Жұман. Қатысқаныңа көп рахмет. Сіздерге көп рахмет. Егер де біздің жобамызға қатысты пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, біздің Instagram парақшасына жазып кетіңіздер. Сонымен қоса, келесі шығарылымда кімді көргіңіз келеді, соны да комментарий астына жазып кетулеріңізді сұраймын. Бүгін сіздермен болған мен, Жексенбай Толғанай. Келесі кездескенше сау болыңыздар.